Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті ұстаздар. Мен Талдықорған қаласы 28-ші IT мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі Байғожина Индира Болатовна. Бүгін біз Талдықорған қаласы білім беруді дамыту орталығының әдіскерлерімен бірлесе отырып, онлайн жүйеде шебер сынып ұйымдастырдық. Тақырыбы қашықтан оқыту жағдайында қазақ тілі пәнде оқу мақсатына сәйкес оқылым стратегияларын тиімді қолдану жолдары болды. Мақсатымыз бұл шебер сыныпты ұйымдастыруда қашықтан оқытуда педагогтердің оқу мақсатына лайықталған тиімді оқылым стратегияларын қолдану дағдысын дамытуға ықпал ету және қашықтан оқыту жағдайында сабақ жоспарын жазудағы басымдықтарды анықтау. Практик маман ретінде өзімнің алдыңғы тәжірибеме сүйене отырып, бір жетілік біз үшін жаңа жүйе қашықтан оқытудағы сабақ жоспарын әзірлеудегі өзім ұстанатын 5 қадамды тәжірибемен бөлістім. Яғни ол қандай қадамдар? Бұл қадамдарды жүзеге асыруда нені басымдыққа алу керек? Соған кішкене тоқталсақ, бірінші қадам ол сабақтың тақырыбы мен мақсатын белгілеу. Әріптестер, мен әр қадамның жанына не үшін деген сұрақ тегінен қойған жоқпын, оған бірден жауап беріп отырайын. Яғни бірінші қадамда біз тақырып пен мақсатты белгілеу керекпіз оқушылар үшін, өзіміз үшін. Ол деген оқу бағдарламасының орындалуын қадағалау мақсатында. Екінші қадам тақырыпқа қатысты видео немесе иллюстрация көрсету. Бұл не үшін керек деп ойлайсыздар, әріптестер? Әрине, экранның ар жағында отырған оқушының қызығушылығын ояту, зейінін шоғырландыру мақсатында. Және де үшінші ең маңызды қадам дер едім, дерек көздерді, сілтемелерді, тақырыпқа қатысты түсіндірмелерді бермес бұрын орындалатын тапсырманың формасы мен мазмұнын түсіндіру оқушыға. Бұл не үшін қажет? Мысалы, сыныптық оқыту жағдайында біз оқушыларға тапсырманы берер кезде бірден түсіндіріп, ауызша түрде кері байланыс беру арқылы олардың түсінбеген жерін бірден түсіндіруге мүмкіндік болатын. Ал қашықтан оқыту жағдайында ол мүмкіндік жоқ. Сол себептен бала біз берілген материалға сәйкес бірден тапсырманы орындаса, яғни мұғалім тарапынан жеткілікті деңгейде қолдау болмағандықтан, бұл тапсырманы бала 70-80% сәтсіздікпен орындайды және аяқтайды деген мен өзім болжам жасадым да, ең әуелі ресурсты не болмаса жаңа сабақты түсіндірмес бұрын балаға орындалар тапсырманың бүгінгі сабақта формасы мен мазмұнын жеткілікті деңгейде егжей-тегжейлі түсіндіруді мақсат тұттым. Не үшін? Әрине, оқушы дербес орындаған жағдайда жеткілікті қолдау көрсету үшін, яғни алдын ала кедергілерді болжау және болдырмау мақсатында осы қадамды алдым. Және төртінші қадам, осыдан кейін барып қана жаңа білімді меңгеруге бағытталған дерек көздері мен сілтемелер ұсындым. Не үшін? Яғни пән бойынша меңгеруге тиісті білім. Бұл жерде сіз өзіңіздің оқушыларыңыздың қажеттілігіне, қызығушылықтарына қарай дерек көздерді, сілтемелерді, не болмаса пәнге қатысты жаңа сабақты өзіңіз дайындауыңыз да мүмкін. Кейіннен балаларға жаңағы YouTube каналға немесе жеке әмбебап қосымшаларға жүктеу арқылы балалар ол сабақты көре алады. Яғни офлайн жүйеде. Және де осы сабақтардан кейін міндетті түрде кері байланыс орнату. Не үшін керек? Әрине, сізбен біздер білеміз. Қашықтан оқу мен оқытудың сәтті тұсы мен қиындықтарын анықтап, келесі жұмыс бағытын айқындау мақсатында. Бұл біздің бұғанға дейін де орындалып жүрген әрекетіміз болған. Сол үшін мен осы көп ауытқымай, өзіміздің қысқа мерзім жоспарлаудан ауытқымай, яғни қашықтан оқыту жағдайындағы сабақ жоспарын осы басымдықтармен жоспарладым. Енді мен сіздерге өзімнің осы аптаның ішінде болатын бір сабағыммен таныстырайын. Осы сабақта менің сіздерге ұсынып отырған 5 қадамым қалай жүзеге асты көретін боламыз. Яғни бағанағы айтып отырған бірінші қадамымыз сабақтың тақырыбы мен мақсатын анықтау. Бұл қазақ тілі пәні 9-шы сынып әлем тыныштығын сақтайтын халықаралық ұйымдар. Бұл сабақтағы мақсатымыз, егер сіздерде күнтізбелік тақырыптық жоспарлау болса, сол жерде де тұрған болар, белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу деген мақсат берілген. Екінші қадам, жаңағы сабағымыз басталмас бұрын тақырып мақсатты белгілеп алғаннан кейін, осы тақырыпқа қатысты балалардың бұрынғы білімін қозғау өте маңызды. Бұл жаңағы айтып отырғандай қызығушылығын оятады және зейінін шоғырландырады.
Бұл жерден өздеріңіз білетін шығарсыздар, Біріккен ұлттар ұйымының белгісі және мынау Нью-Йорк қаласындағы бас кеңсесі. Бұл жерде бала география, тарих пәндерінде алған білімін пайдаланып, ойлануға мүмкіндік алады. Яғни бұл сабақтың тақырыбын болжау, қызығушылықты ояту мақсатында алынған қадам. Үшінші қадам не болып еді, әріптестер? Орындалатын тапсырманы, оқу мақсатына негізделген тапсырманы бірінші түсіндіру. Әдеттегі сыныптық оқыту жағдайында біз балалармен рөлге бөліп оқу, болжап оқу, іріктеп оқу деген сияқты, белгілеп оқу, түсініп оқу деген сияқты оқылымның түрлі стратегияларын қолдандық. Ал енді қашықтан оқыту жағдайында топтық жұптық жұмыс жоқ кезде біз балаларға осы оқылым стратегиясы осы сабақта қалай жүзеге асатынын міндетті түрде түсіндіру керекпіз. Және де мен ол үшін балаларға былай түсіндірдім. Балалар, біз оқылымның стратегияларын бүгінгі сабақта жүзеге асырамыз. Демек, біз өзім жұмыс жасайтын стратегияларымды ерекше белгілеп алдым. Яғни біз бүгін талдап оқу стратегиясы арқылы мен беретін мәтіннің стилі мен жанрын кімдерге арнап жазғанын талдап оқу мақсатын орындасақ, және де комментарий жасап оқу стратегиясы арқылы автордың айтпақ болған ойын, мәтіннің кімдерге арналғандығын анықтау, мәтінді жазудағы мақсатын түсіну бойынша жұмыс жасаймыз деп балалармен қай бағытта жұмыс жасайтынымды егжей-тегжейлі талқылап алдым. Балаларға яғни осы слайдтарды ашып қойып түсіндірдім. Естеріңізге түсіріңіздер деп барып қана ресурсты бердім. Яғни 4-ші қадам бізде дереккөз, сілтеме, пәнге қатысты, лексикалық тақырыптарға қатысты материалдар беру керек болған. Бұл біздің лексикалық тақырыпқа қатысты 2 мәтін берілді. Яғни мәтінді сізбен бірге оқу мүмкіндігі де бар. Оқылым болғаннан кейін ол өзі оқуға да болады. Уақыттың шектеулі екенін ескере отырып, мәтінді қысқа формада алуды ұсыныс ретінде айтамын. Яғни талдап оқу, комментарий жасап оқу стратегиясын жүзеге асыру үшін міндетті түрде 2 мәтін берілу керек. Оны біз білеміз. Балалар осы мәтінмен танысқаннан кейін міндетті түрде маңызды ақпараттарды балалармен бірге қайталаған дұрыс, әріптестер, ұсыныс. Себебі кейбір бала тағы да айтам, егжей-тегжейлі оқымай, салғырт қарап отыруы мүмкін. Сол себептен мәтіндегі маңызды ақпараттарға қайта оралғаннан кейін барып қана тапсырманы орындатсаңыздар өте тиімді екен. Яғни мен жаңа жоғарыда атап өткен мына талдап оқу стратегиясын қызылмен беріліп, және комментарий жасап оқу стратегиясын менің оқу мақсатыма бағытталып тұр, байқасаңыздар. Міне мақсатымыз белгілі бір мақсат үшін оқу стратегияларын тиімді қолдану болды. Ал енді осы талдап оқу стратегиясы мен комментарий жасап оқыту стратегиясын, оқу стратегиясын балалар қалай орындайды? Оны мына формаға лайықтауға болады. Мына көк жолақтарда балалар мысалы мәтінді талдап оқуды жүзеге асырады. Яғни мәтіннің формасын жазады, жанрын, мақсаты, аудиториясы, мазмұны, стилі, тілін жазады. Яғни мәтінге тілдік талдауды жасайды. Оның ішінде кірме сөздер, термин сөздер болса, соны жазып қояды. Сөйлемдерге, күрделі сөйлемдердің басымдығы, құрмалас сөйлемнің қандай түрі кездеседі, бұл мәтінде тілдік талдау жасайды. Мәтінде мәтіннің тақырыбын айтады. Мәтіндегі қанша абзацтар, күрделі ойлардың басымдығын талдайды бала. Және де комментарий жасау арқылы оқу дегеніміз, ол мына 2 мәтіннің ұқсастығына комментарий жазады және айырмашылығына комментарий жазады, әріптестер. Сонда біз осы бір тапсырма арқылы 2 мақсатты да жүзеге асыра аламыз. Яғни бұл біздің оқылым стратегияларын қолданады деген оқу мақсатымызға лайықталған тапсырма үлгісі болды. Және 5-ші қадам кері байланыс. Енді бұл жерде өте маңызды ақпарат, әріптестер. Кері байланыс қатып қалған уақытта емес, сізге және сіздің оқушыңызға ыңғайлы форма мен уақытта жүргізіледі. Және де қолжетімді әмбебап қосымшаларды қолдану арқылы. Мысалы, WhatsApp, Classroom, электронды поштаны қолданып, балалар орындаған жұмыстарын сіздерге жіберіп, ең соңында сіз дұрыс үлгі беру арқылы өзін бағалатсаңыз, сол анағұрлым тиімдірек екенінде өткен жолғы менің біршетлік тәжірибем көрсетті. Яғни қалыптастырушы бағалауды да бірден жүргізіп отырасыз осылай. Және кері байланыс жүзеге асыруда ең бастысы, менің ойымша, бұл үрдіс сізде және оқушыңызда үрей мен қорқыныш сезімін тудырмауы тиіс. Керісінше, өздігінен білім алуға дағдыланып, шектеусіз білім алу мүмкіндігі бар екенін сіз де, оқушы да, ата-ана да сезінуі тиіс деп ойлаймын. Қысқаша өз тәжірибемді осылай сіздермен бөлістім. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет, әріптестер.
келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.